Қайырлы күн достар. Сіздерге бүгін экрандағы, яғни жұмыс стиліндегі значоктар, белгілерді қалай шығару керек екенін көрсетемін. Кей жағдайда менен сұрап жатады, мына жерде мой компьютер жоғалып кетті, папка жоғалып кетті, немесе корзинаны қалай алып тастауға болады деген сұрақтарды қойып жатады. Қазір соларды сіздерге қалай шығарып немесе кетіруге болатынын көрсетемін. Алдымен біз жұмыс стилінде рабочий столда тұрғанда оң жақ батырманы басамыз, персонализацияны таңдаймыз, оның ішінен темы дегенді таңдаймыз, сосын астыға түсеміз, мінекей параметр значков рабочего столын таңдаймыз, және осының ішінде қалаған белгімізді қоямыз. Мысалы компьютер, файл пользователь, панель управления, корзина керек маған. Окей батырмасын басамыз. Мінекей қажетті значоктарыңыз шықты. Алып тастау керек болса, мынаны алып тастағым келеді. Қайттан тағы да солай қайталап көрсетемін. Оң жағын басамыз, персонализация, темы, оның ішінде параметр значков рабочего стола. Мінекей корзинаны алып тастаймын, файл пользовательді алып тастаймын, панель управления, тек компьютерді ғана қалдырамын. Окей батырмасын басамын. Міне осылай етіп қажетті значоктарды қосып немесе өшіруге болады. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге осындай секілді көптеген пайдалы кеңестер және пайдалы видеолар шығаруға тырысамын.